Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бұл видео сабақта педагогтерге арналған эссе туралы ақпарат беріледі. 2023 жылғы педагогтердің білімін бағалауда тек білім беру ұйымдарында жұмыс істеп жатқан педагогтар ғана эссе жазады. Яғни, сіздің қазіргі таңда жұмысыңыз бар болса, онда эссе жазасыз. Мұғалімдерде көп кездесетін сұраққа жауаптарын айтайық. Қашан жазамын деген сұрақ. Яғни тестілеу аяқталғаннан кейін бірден дәл сол компьютерде эссені жазасыз. Екінші көп кездесетін сұрақ қай тілде жазамын деген. Тестілеуді тапсырған тілде жазасыз. Ал эссені жазбайды. Жұмыс тәжірибесі жоқ қызметкер, жоғары және немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының түлегі, яғни бакалавриат немесе магистратура түлегі эссені жазбайды. Екінші, қызметі жоқ қызметкер, техникалық немесе кәсіптік білім беру ұйымының түлегі, яғни колледж түлегі эссе жазбайды. Педагогикалық қызметті қайта жалғастырғысы келетін адам, яғни бұрын жұмыс істеп, кейін белгілі себептерге байланысты жұмыс істемеген, бірақ қайтадан жұмысқа тұрғысы келетін тұлға эссе жазбайды. Білім беру ұйымдарының басшылары эссені жазбайды. Эссенің жалпы уақыты 60 минут, сөз саны 250-300 сөз болуы тиіс. Ең бастысы, эссе бағаланбайды және педагогке біліктілік санатын бермеуге негіз бола алмайды. Жазылған эссе педагогтың жеке кабинетіне жіберіледі. Осымен аттестацияда жазылатын эссе туралы ақпарат аяқталды. Егер де видео сабақ сіздерге пайдалы болатын болса, арнама тіркеліп қойыңыз.